Саламатсыздар ма, әріптестер, оқушылар. Бүгін біздің сабағымыздың қысқаша зерттеуіміздің тақырыбы оқушылардың IT құзыреттілігін қалыптастыруда ICILS халықаралық зерттеуінің рөлі. Менің атым Егенбердиева Мадина Мелисовна, Айша Биба атындағы дарынды қыз балаларға арналған мамандандырылған білім инновация лицей интернаты информатика пәні мұғалімімін. Енді ең бірінші ICILS дегеніміз не деген сұраққа жауап берейін. International Computer and Information Literacy Study. Бұл бүкіл халықаралық зерттеу болып табылады. Оның мақсаты және негізгі зерттеу нысаны ол 8-ші сыныптар болып табылады. Бұл әлемдегі 8-ші сынып оқушыларының компьютерлік және ақпараттық сауаттылығы деңгейін бағалайтын алғашқы зерттеу. Яғни жаңадан компьютерді қолына ұстап, сабақтарда сабақ өтіп, бастаған, жаңадан дамып келе жатқан біздің оқушыларымыздың компьютерлік сауаттылығын анықтауға арналған халықаралық, яғни дүниежүзілік зерттеудің бір түрі. Әр пәннен өзінің зерттеулері болады. PISA, TIMSS деген сияқты. Енді ICILS тек информатика пәніне және де компьютерлік құзыреттілігін, сауаттылығын анықтауға арналған бүкіл дүниежүзілік зерттеу болып табылады. Бұл зерттеудің мақсаты ол оқушылардың IT құзыреттіліктерінің қалыптасу деңгейін бағалау, IT дағдыларын дамытуға арналған факторлар әсер етеді деген сұрақтарға жауап беруге көмектеседі. Қандай факторлар әсер етеді деген сұрақтарға жауап беруге көмектеседі. Енді 1990 жылдардан бастап интернеттің пайда болып дамуынан бастап, яғни World Wide Web желісінің ашылуы, бүкіл халықтық, бүкіл дүниежүзілік интернетті қолданудан басталып, осы ICILS-тің фундаменті де құрыла бастады. Ең бірінші ICILS 2004-2005 жылдары жайлап пайда бола бастады. Негізгі бірақ зерттеу 2013-тен бастап бүкіл дүние жүзіне тарай бастады. 2013-те және де 2018-де арасына 5 жыл сала отырып, осы зерттеу жалғасуда. Енді 2013 жылы 21 білім беретін жүйе қатысқан болса, 2018 жылы 14 білім беретін жүйе қатысқан. Оның ішіне Қазақстан ең бірінші болып 2018-де қатысты. Енді 2013 жылғы зерттеуге бір тоқтала кететін болсақ, мұнда негізгі аппараттық, яғни құрылғыларға, компьютерларға, гаджеттердің болуы, болмауы, қаншалықты қолданылуы деген сияқты именно хардвер дейміз, ол хардверге басым бөлігі сол мақсат қойылды. Енді 2018-де болса, сол аппараттарды, яғни компьютерларды, гаджеттарды, басқа да құрылғыларды қаншалықты қолданылып жатыр, қаншалықты ол жүзеге асып жатыр деген мақсатта 2018 жылы халықаралық зерттеу жүргізілді. Ол 14 мемлекетте болды. Кейбір мемлекеттердің нақты бір қаласы қатысқан болса, кейбір мемлекеттерде мемлекет толықтай қатысқан болды. 2018 жылы ол наурыз бен мамыр айында зерттеу бүкіл Қазақстан бойынша жүргізілді. Жамбыл облысы, бірақ ол зерттеуге қатыспады. 8-ші сыныптардан 4000-ға жуық оқушылар қатысқан болса, мұғалімдерден 2000-ға жуық мұғалім қатысты. Және де бұл жерде тек қана мұғалімдер емес, әкімшіліктерде және де отбасылық жағдайда өте қатты мән берілді. Енді осы зерттеуде оқушыларға қалай және қандай құрамы қалай өтті деген
неге келсек, ең бірінші алдын ала кішкене қысқаша түсініктеме беріп өтеді. Одан кейін 30 минуттық Computer and Computer Information Literacy, яғни компьютерлік және ақпараттық сауаттылықты тексеруге 30 минуттық не беріледі, уақыт беріледі. Одан кейін 30 минуттық анкета толтырылады. Одан кейін 25-25 минуттық computational thinking, яғни есептік ойлау, есеп шығаруда қалай ойлау деген мәселені тексеруде сұрақтар болды. Бұл жерде енді компьютер және ақпараттық сауаттылықта сандық жаңағы компьютердегі сандық файлдар қалай сақталады, оның жаңағы нелері қалай, информацияны қалай басқарамыз, коммуникацияны қалай орнатамыз деген сияқты 8-ші сыныптың дәрежесіне қарай сұрақтар сұралды. Ал computational thinking дегеніміз ол бізде есеп шығару барысында үлкен бір мәселені біз қалай есепті шығарамыз. Ең бірінші мақсатымыз ол үлкен мәселені бөлшектерге бөлу, яғни бөлшектерге бөлу арқылы, әр бөлікті бөлек-бөлек шығару арқылы, одан кейін оның мүмкін шешімдерін табу, сосын барып ол шешімдерді компьютер қолдану арқылы қалай шығарамыз, және де басқаларға қалай түсіндіреміз, қалай өзіміз түсінеміз. Яғни бір үлкен мәселені алып, оны бөлшектерге бөліп, бірнеше шығару жолдарын тауып, солардың ішіндегі ең тиімдісін табу, және де ол қолданушыға да, және де басқа да соны түсінікті болу үшін жасалған бір дүние, негізі есептік ойлау дегеніміз. Осыған екінші бөлім, яғни ICLS-тің зерттеуінің екінші бөлімі осы есептік ойлауға арналған. Енді осы 2018-де өтілген халықаралық зерттеудің нәтижелеріне келетін болсақ, ол жерде нәтижелерді оқушылардың жетістіктері, яғни компьютерлік және ақпараттық сауаттылықтағы жетістіктерін алады. Одан кейін олардың қаншалықты компьютер қолданады, оны анкета арқылы білінеді, және де оқушылардың есептік ойлауда жеткен жетістіктері туралы айтылады, және де мұғалімдердің осы компьютер қаншалықты қолданады, сауаттылығын тексеру үшін жасалған анкета арқылы осы 4 бағытта нәтижелер шығарылды. Енді қысқаша әр нәтижелерге тоқталып өтетін болсақ, компьютерлік және ақпараттық сауаттылықта бізде Қазақстан өкінішке орай ең соңғы балл алған, ол орташа есеппен 395 балл дейтін болсақ, оның біз средний, яғни орташа балл 496 балл, сол 496-дан біз примерно 100 балдай төмен алып отыр екенбіз. Бұл жақта ең жоғары балл алғандарды қарайтын болсақ, Данимарка, жаңағы, сосын Мәскеу, Корея, Финляндия, Америка құрама штаттары, ол Германиямен және де Португалиямен кішкене балдары ұқсас екен. Яғни байқағанымызша өте дамып кеткен компьютерлік сауаттылығы өте дамып кеткен мемлекеттері сәйкесінше әрине компьютер қолданысы және сауаттылығы өте жоғары болады. Енді мына жақта бізде әр не бойынша берілген жаңағы сауаттылықтардың әр сұрақтарына байланысты деңгейге бөліп қарастырған. Сол жерде бізде төмен көрсеткішпен көрініп тұр. Бұл жерде айта кету керек, бұл зерттеуге қатысқан мемлекеттердің өздері өте дамыған, цифрлық сауаттылықтары, компьютерлік сауаттылықтары өте жоғары десек те болады. Енді осында бізде қыздар және ұлдар деп олардан да результат шығарған, себебі анкетада ең бірінші жынысын да сұрап алады, яғни қыз ба, ұл ма деген сияқты. Бұл жерде бүкіл мемлекеттерге мән беріп қарайтын болсақ, қыздар ұлдардан қалып жатқан жоқ. Яғни олардың результаттары бір-біріне орташа балдары
бір-біріне өте жақын. Енді мұғалімдердің компьютер қолдану несіне келетін болсақ, сауалнамасында бізде Қазақстан өте жақсы нәтиже көрсеткен. Ол орта балдан жоғары тұр, мән беретін болсақ. Және де бұл көкпен берілгендер, олар Қазақстан мұғалімдерінің информатика оқыту барысында компьютер қолданылуы, және де сабақтан тыс компьютердің қолданылуы, тек қана компьютер емес, гаджеттің. Бұл жерде біздің Қазақстанда мұғалімдердің компьютерде отырып жұмыс жасаулары, цифрлық сауаттылығы жоғары деңгейде екені көрсетілген. Енді 2018 жыл болған зерттеуге бір тоқтала кететін болсақ, ол жерде дәл деп айтқанда, нақты айтқанда 3373 8-ші класс оқушылары, 2630 мұғалімдер, 184 әкімшіліктен, және де 184 координатор қатысқан екен. Бұл жерде әкімшіліктер мен мұғалімдер анкета толтырса, оқушылар анкета толтырады, және де сұрақтарға жауап береді. Сұрақтар көбінесе логикалық болып келеді. Енді 2018-де өткізілген іс-шараға, зерттеуге, бір іс-шара бүкіл халық дүниежүзілік болғандықтан, 3 жылдап, 4 жылдап бір зерттеуге уақыт беріледі. Яғни 2017-де дайындық болатын болса, 2018-де өзі өткізіледі мамыр айларында. Ал 2019-да болса, халықаралық нәтижелерді шығарады. Және де әр мемлекетке өздерінің нәтижелерін бөліп қарастырып көрсетеді. Жоспары бойынша ICILS зерттеуі 2023 жылға жоспарланып отыр. Бұл жерде 2021 жылы дайындық жұмыстары болады, 2022 жылы пилоттық зерттеу болады, ал 2023 жылы зерттеудің негізі өзі болады, және де 2024-те халықаралық есеп беріледі. 2024-те дәл сол жылы мемлекеттік өзіміздің есеп беріледі елімізде. Енді бұл бізге қорытындылай келгенде не айта аламыз? ICILS өте маңызды және де жаңадан дамып келе жатқан зерттеулердің бірі. Бұл Қазақстанға өзінің тәуелсіз бір сынмен қарауға, немесе тәуелсіз бір өзіміздің білімімізді тексеруге, және де сол емтихандарға қатысып, өзіміздің деңгейімізді білуге арналған бір зерттеу болып табылады. Яғни әр жыл 5 жыл сайын болғанда, әр поколение дейміз, ұрпақ сол неге зерттеуге қатысады десек те болады. Сосын бұл біздің бүкіл ең маңыздысы біздің бүкіл Қазақстан бойынша оқушылардың осы зерттеуге қатысуын қадағалап, өзіміздің деңгейімізді білу үшін өте таптырмас бір зерттеу болып табылады. Және де өзіміздің бүкіл дүниежүзі бойынша Қазақстан деген мемлекет бар, ол жақта да біз компьютерлік сауаттылық, ақпараттық сауаттылықта ешкімнен қалып жатқан жоқпыз деп өзімізді бас көтеріп көрсетуге өте жақсы оңтайлы бір мүмкіндік болып табылады. Назарларыңызға рахмет. Дей отыра сіздермен қосымша мәліметтермен бөліскім келіп отыр. Мұнда менің телефон номерім жазылып тұр. Егер сұрақтарыңыз болса, осында хабарласып жазсаңыздар болады. Енді сілтемелерге тоқтай өтейік. Ең бірінші сілтеме мұнда дайындық тест сұрақтары. Бұл орысша өзіміздің білімімізді тексергіміз келсе, осы сілтеме арқылы кіре аламыз. Екіншісі бұл негізгі ICILS-тің өздерінің сайты. Осы сайтқа кіру арқылы біз ағылшынша толық информация қол жеткізе аламыз. Үшіншісі бұл сілтеме қазақша ICILS-ті толық мәлімет қазақша таба аламыз. Енді осы бір-екі сұрақтарына тоқталып өтсек, және де оқушылардан, мұғалімдерден, әкімшіліктен сұралатын анкетаға да тоқталып өтсек.
Міне, мұнда оқушылардан сұралған анкеталардың сұрақтары бар. Осында сұрақтарды көбінесе ең бірінші жұмысын сұрайды. Одан кейін компьютерді сауаттылығын тексеру үшін және де ол қаншалықты қолданылып жатыр деген сынды сұрақтармен оқушылар және де әкімшіліктен, координаторлардан, мұғалімдерден осындай сынды сұрақтар сұралады. Енді мына біздің ашып отырған немізде, файлымызда бұл енді алдыңғы жылдар болғандықтан осындай сұрақтар бар. Қыз ба, ұл ма деген сияқты. Одан кейін оның расасында сұралады. Одан кейін оның білім деңгейі бар ма? Яғни қай жақта оқиды, high school ма, әлде бастауыш па, сынып па, соны да сұралады. Қай тілде сөйлей алады, мысалға. Енді ол сұрақтар әр мемлекетке байланысты сұрақтар өзгертіледі. Және де олардың ата-анасы туралы да сұрақтар сұралған. Ата-анасы қаншалықты компьютерлік сауаттылық қаншалықты дамыған, ол туралы да сұралады. Яғни оқушыдан, получается, ең бірінші анкета алынады, одан кейін тест алынады. Тест болса, екі бағытта болған. Біреуі ол компьютерлік және ақпараттық сауаттылық болса, екіншісі есептік ойлау жөніндегі сұрақтар. Енді бір танысып өткен болсақ, оқушылардыкімен қазір координаторларға сұралған анкетаның бір-екі сұрағымен танысып өтейік. Сіз қай жерде мұғалімсіз немесе координаторсыз, сіз курстар өттіңіз ба, онлайн курстар, және де қандай тақырыптарда қандай пәндерді өтесіз, аптасына күніне қаншалықты 8-ші кластарға сабақ бересіз деген сияқты, сіздің компьютерде жұмыс істеу неңіз қалай, тәжірибеңіз қалай деген сияқты сұрақтар сұралады. Мұғалімдерден де примерно сондай анкета алынды. Олар кезінде сабақтан тыс есептерді қалай шығарды деген сияқты сұрақтар сұралды. Енді бұл жерде мен бірінші мына жердегі тұрған не бойынша есепті мүмкін болатын сұрақтарды қарайық. Бұл енді сұрақтар алдын ала ескертіп айтып қояйын. Орысша және де оладау деген, яғни ұқсас сұрақтарды ИКТ компетентность деп тұр. Өздерінің нелеріне қарай, менталитетіне қарай, өздерінің оқушылардың 8-ші сыныптарда өтіліп атқан программаға қарай жасалған бір тест және де жазбаша түрдегі сұрақтар. Бұл жерде енді осыны бастап 3-4 сұрағымен танысып көрейік. В чем состоит основное отличие социальной сети от форума? Яғни желі мен форумның айырмашылығы қандай? Мысалға, одан кейінгі сұрақ. Мысалға, форумда қалай? Форумда адамдар бір нәрсені бірге отырып, бір тақырыпта талқылайды. Ал неде болса, социальный сетьте болса, адам өзінің ұнағанын қойып, ұнаған суреттерін қойып, өзінің ойын жазып отырады. Яғни тәуелсіз ойын жазып отырады. Екінші сұрақ, мысалға, в социальной сети создана группа с ограниченным доступом. Смогут ли пользователи, не состоящие в группе, публиковать в ней свои записи? Объясните свой ответ. Яғни осы сұрақтарға өзінің жауабын жазасың. Егер байқап қараған болсақ, 8-ші сыныптардың деңгейіне қарай сұрақтар сұралған.
Выберите из списка все ярлыки поисковых систем. Яғни біз жаңағы іздеу жасай алатын жүйелерді таптып тұр. Мысалға бізде Яндекс, Google, Avast, Kaspersky, Ask Jeeves деген сияқты нелер бар, нұсқалары бар. Осылардың ішінде мысалға Avast әрине білеміз, Kaspersky білеміз, олар антивирусный программалар. Сол сияқты оқушылардан сұрақтар сұралады. Енді 4-ші сұраққа келсек, осы YouTube, Facebook, Википедиялардың әрқайсының берілген не арқылы варианттарды таңдап, қайсысы сәйкес келеді, соны таңдау. YouTube не үшін, Facebook не үшін, Википедия не үшін деген сияқты сұрақтарға сұрау. Какие могут быть полезны для создания постера, плаката музея боевой славы? Яғни бұл жерде біз плакат жасау үшін әрине текстовый процессор қолданбаймыз, программа для распознавания қолданбаймыз, звуковой редактор қолданбаймыз. Яғни бізде мына жерде графический редактор қолданамыз. Сол сияқты осындай сұрақтармен берілген. Байқап қарасақ, бұл жерде жалпы компьютерлік сауаттылық туралы және де логикалық кішкене ойланып жауап беретін сұрақтар сұралған. Бұл сұрақтардың ішінде тек қана текст емес, бұл жерде тест емес, өзің мәтінмен жауап беретінде сұрақтар бар. Бұл сұрақтар келесі 2023-те болғалы жатқан ICLS-тің сұрақтары деп айта алмаймыз, бірақ осы сұрақтар арқылы дайындалып, кішкене болса да қандай сұрақтар болады дегенге бір өзімізге көрінісі деп білсек болады. Сіздерге назарларыңызға рахмет. 2023-те болатын ICLS зерттеуіне дайындалып, осы жіберілген сілтемелер сіздерге пайдалы болады деген үміттемін. Алдыларыңызда болған Егембердиева Мадина Мелисовна, Айша Биби атындағы дарынды қыз балалар арналған мектеп-интернатына, білім инновация мектеп-интернатының информатика пәні мұғалімі.